Ал балалар, қане барлықтарымыз бірге ортаға шығып, шаттық шеңберін жасап, келген қонақтармен амандасайық. Қане барлығымыз бірге ортаға шығайық, шеңбер жасап тұрайық, қане балалар. Ал қанеки балалар, бәріміз бірге қонақтармен сәлемдесейік балалар, я? Қане. Білер қазақ баласы. Білер қазақ баласы. Сәлем сөздің анасы. Сәлем сөздің анасы. Алдымыздан кезіккен. Алдымыздан кезіккен. Көп танысты көреміз. Көп танысты көреміз. Бәрімізде ізетпен. Бәрімізде ізетпен. Үйіліп сәлем береміз. Үйіліп сәлем береміз. Сәлеметсіздер ме қонақтар? Сәлеметсіздер қонақтар. Қайырлы таң көк аспан. Қайырлы таң көк аспан. Қайырлы таң қонақтар. Қайырлы таң қонақтар. Қайырлы таң достарым. Қайырлы таң достарым. Жарайсыздар балалар, рахмет. Орнымызға бәріміз жайғасайық. Кім келді? Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, мен мына суретті тауып қалдым. Ал бұның не екенін де білмеймін. Балалар маған көмектесесіңдер ме? Бізге қонаққа дым білмес келді. Ол қоқ деген суреттер тауып алыпты. Ол суреттерді менің сурет екенін білмей тұр екен. Балалар, суреттерді дым білмеске айтып түсіндіреміз ба? Ал жарайды, білмес, сен балалармен бірге жайғасып отыра ғой. Біз суреттеріңді тауып алған түсіндірейік. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі, дұрыс айтасыздар. Қыста ауа райы қандай болады балалар? Суық болады. Үстімізге жылы киімдер киіп жүрміз ба? Үстімізге жылы киімдерімізді киіп жүрміз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, ендеше барлығымыз бірге дым білместің тауып алған суретін көрейік. Қандай сурет тауып алды екен? Қане балалар, мынау ненің суреті? Дым білмес, сен балаларды тыңдап қарап отыр. Түйенің суреті балалар, я? Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, мынау ненің суреті? Мәнің. Қой, Қой. жарайсыңдар. Ал мынау ненің суреті? Дұрыс айтасыңдар, жылқының суреті екен балалар, я? Ал, одан кейін сиырдың суреті екен балалар, дұрыс айтасыңдар. Ал, мынау ненің суреті балалар? Ешкінің суреті екен. Міне, дым білмес, сен өзің түсіндің ба? Қандай сурет тауып алғаныңды? Түсіндім, балалар. сендерге Бұның барлығын бірге не деп айтамыз? Үй жануарлары деп айтады екенбіз. Ендеше үй жануарларын балалар екі тілде қайталап өтейік, я? Ешкі, қазақ, түйе, верблюд, қой, овца, жылқы, лошадь, сиыр, корова. Жарайсыңдар балалар. Қандай жақсы балалар, бәрін біледі екен, е балалар? Балалар, енді осы үй жануарларының біз немен қоректенетінін, олардың не жейтінін, және балалар, олардың бізге беретін пайдасы туралы әңгімелейік, я балалар? Балалар, бізге сиырдың беретін пайдасы өте көп екен. Балалар, сиыр бізге сүт береді екен, құрт, айран, ірімшік береді екен балалар, я? Ал енді жылқының беретін пайдасы да өте көп екен. Жылқыны астымызға мінсек, алыс жерлерге шауып бара алады екенбіз балалар. Ал сүтін ішсек, қымыз болып ішеді екенбіз, Ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы екен. Ал балалар, қойдың, ешкінің жүндерінен балалар, әжелеріміз бізге жылы шұлықтар тоқып береді екен. Жесек, еті тамақ болады екен. Ал енді түйенің балалар, өте көп заттарды, ауыр заттарды көтеріп жүре алады екен. Және балалар, түйеден біз шұбат жейді екенбіз. Ол да біздің денсаулығымызға өте пайдалы екеніне балалар. Балалар, үй жануарларын
күтіп жылы қорада баптайды екенбіз. Олар шөппен, жеммен, сумен қоректенеді екен. Оларға су береміз, жем береміз, шөп береміз. Міне оларды жақсылап күтіп баптасақ, олардың бізге беретін пайдасы да өте көп екен. Балалар, осы үй жануарларының дыбыстарын салуды білесіздер ма? Олардың өздерінің әрқайсысында бөлек-бөлек ерекшеліктері болады ғой үй жануарларының дыбыс салуында. Кәне, бірге дыбыстарын салайықшы. Түйе қандай дыбыс шығарады, білеміз ба? Бе деген дыбыс шығарады екен түйе балалар. Ешкіше балалар? Ой, тамаша, мә деген дыбыс шығарады екен, қой мен ешкілер айқайлап шығарады екен, міне дыбыс шығарады екен. Ой, жарайсыңдар. Жылқы қандай дыбыс шығарады? Ой, жарайсыңдар. Деп кісінейді екен, балалар. Ал сиыр ше? Деген дыбыстар. Әрқайсының дыбыстары әр бөлек па? Дауыстары, дыбыстары, салатын дыбыстары әрқайсында әр бөлек екен. Енді балалар осы үй жануарларының кішкентай ғана төлдерімен танысайық. Төлдерінің атын бірге қайталап айтайық, балалар? Балалар, сиырдың төлі бұзау дейткенбіз. Сиырдың төлі бұзау. Бірге қайталайық. Бұзау. Ұмытып қалмайық, балалар, Ал жылқының төлін, балалар, қолын дейткенбіз. Қолын. Бірге қайталайық. Қолын. Тамаша, жарайсыңдар. Балалар, қойдың баласын қозы деп айтады екенбіз. Қозы деп айтады екенбіз. Ешкінің баласын төлін лақ дейміз, балалар? Ал түйенің төлін бота дейміз. Бота деп айтады екенбіз, балалар? Балалар, сендердің мамаларың үйде ботақаным, құлыным, қошақаным деп еркелете ма? Бәрімізді еркелетеді, Ал ендеше балалар, бүгінгі оқу қызметімен танысып болсақ, барлығымыз бірге ортаға шығып, сергіту сәтін жасап жүрейік, содан кейін ойындар ойнайық. Балалар, шеңбер жасап тұра қалайық. Бәріміз тақтаға қарайық. Кәне, тақтаға қарайық, бәріміз тақтаға қарайық, балалар. Енді тұрамыз. Кәне, қимылда ұстайық, атты ұстайыз, балалар, Hadi bәріміз бір қадам алға басамыз. Ой, жарайсыздар балалар. Рахмет, кәне бәріміз орнымызға жайғасайық. Сен балалар кішкентай. Орындарымызға жайғаса қояйық. Енді балалар, қазір бәріміз бірге ойын ойнайық. Төлдерін тап деген ойын болады. Балалар, барлықтарың бірге мына суретте ілулі тұрған жануарлар, үй жануарларының қасына кішкентай ғана төлдерді апарып, өздерің орналастырасыздар. Кімнің төлі қайсысы екенін жарай ма? Ал, кәнекей. Тұтышқа қой. Қолдағы сурет қай үй жануарының төлі? Қай жануардікі? Айта қойшы, апайларға ойлайтшы. Қай жануардікі? Сиырдың төлі екен, жарайсын, жапсыра қой. Сиырдың қасына жапсыра қой. Жапсыра қой. Ой, тамаша, жарайсын. Қане, тағын келеді. Келе қой, жапқылар. Ал қолындағы төлі. Қай жануардың, үй жануарының төлі? Түйе, жарайсын, тамаша. Келе ғой, түйенің қасына. Ал, тағы кімде? Келе ғой. Айгерім, келе ғой. Қолындағы төлі, кімнің төлі екенін айтшы апайларға? Жылқының төлі, құлын, Ой, жарайсын. Тағы кімде сурет бар, балалар? Қане, келе ғой.
қолыңдағы суретті апайларға айтшы, қандай төл екенін. Бері қарап айтамын. Айта ғой. Ешкінің төлі ылақ, иә? Ой, жарайсың. Кел ғой, Саят. Саят, қандай төлді алдың сен? Қой, иә? Қойдың төлі қозы. Балалар таптыңдар ма? Төлдерді таптық па, үй жануарларына? Жарайсыздар. Енді келесі ойынымыз, балалар. Артығын тап деген ойын ойнап жіберейік. Ал балалар, үй жануарына жатпайтын төлдерді көріп тұрмыз ғой, басқа жануарларды, иә? Сол үй жануарларына жатпайтын басқа жануарларды шығарып тастаймыз. Қане, кім шығады? Келе ғой, Жанболат. Ал үй жануарына қайсы жатпайды? Қане, шығарып тастайық? Жарайсыз. Ала ғой. Ала ғой, тағы кім келеді? Қане, тағы. Келе ғой, Көркем. Келе ғой, Көркем. Ал қане, шығара ғой, үй жануарына жатпайтын жануарды шығарып тасташы. Жарайсың, қасқырды шығарды тауып тұрыз. Айару, келе ғой. Айару, қайсы суретті алып тастайсың үй жануарына жатпайтын? Ой, тамаша, жарайсың. Қоян. Ал келе ғой, Айөркем. Қайсы суретті алып тастаймыз үй жануарына жатпайтын? Ой, жарайсың. Айөркем де пілді алып тастады. Балалар, ойын ұнады ма сендерге? Ендеше балалар, бүгінгі оқу қызметімізді қорытындылай келе. Балалар, бүгін біз немен таныстық, балалар? Үй жануарлары. Дұрыс айтасыңдар, үй жануарларымен таныстық, және оны төлдерімен таныстық, иә, балалар? Ал үй жануарларының қандай пайдасы бар екен бізге беретін? Не береді екен үй жануарлары бізге? Сүт береді екен, сосын құрт береді екен, айран, қымыз шұбат бере ма? Я, оларды қалай күтіп баптаймыз? Жылы қорада. Жылы қорада. Не береміз оларға, балалар? Шөп береді екен, сосын дұрыс айтасыңдар, жем, су беріп, күтіп баптайды екенбіз, балалар, иә? Ендеше, балалар қонақтармен қоштаспас бұрын, Қожа ханым әнін орындап берейік, иә? Балалар, оған шейін сендерге рахметімді айтайын, иә? Балалар, сендер қандай бақыттысыңдар, қандай әдемі балабақшаға келесіңдер, топтарың қандай жылы, апайларың болса сендерге бәрін үйретеді. Ал мен болсын, балалар, мен қалай екенін керектігін де білмеймін, балалар. Балалар, сендер маған ұқсағыларың келе ме? Сендер қандай әдемісіңдер, иә? Балалар, мен де сендер сияқты балабақшаға кетсем, сендер сияқты әдемі киінер едім, иә? Балалар, сендер маған ұқсамаңдар, иә, балалар? Балабақшаға күнде қалмай келдер. Балалар, сендер қандай жақсыңдар, бәрін білесіңдер. Апайларың қандай жақсы, бәрін үйреткен сендерге. Рахмет, балалар. Түсіндің ба бүгінгі әкелген суреттеріңді? Түсіндім, балалар. Сендердің арқаларында, апайлардың арқаларында мен бәрін түсіндім. Рахмет, балалар. Сендер тауып алған суреттерің үй жануарлары екен. Я? Дым білмесін, тауып алған суреттері не екен, балалар? Қандай суреттер бапты? Дұрыс айтасыңдар, үй жануарларының суреттерін дым білмес тауып алған екен, я? Не дым білмес сендердің арқаларында, балалар, не сендердің барлықтарын біліп тұрғандарының арқаларында, не дым білмес көптеген суреттермен танысып, үй жануарларының пайдасы туралы, олардың немен қоректенетіні туралы білді, я? Балалар, сендерге көп рахмет. Балалар, даусымызды қатты шығарып айтамыз, иә?